Сәлем достар, мен бүгін мясо с овощами, яғни ет қосылған көкөністер салатын жасайтын боламын. Бұл салатта кейінгі кездегі трендке айналған салаттардың бірі. Салаттың дәмі де, түрі де ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен етімізді маринадтап аламыз. Етті маринадтау үшін біз чесночная заправка дайындауымыз керек. Яғни 2-3 тіс чеснокқа сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің заправкамыз дайын. Енді етімізді турап шығамыз. Ол үшін етті жұқалап әрі ұзынша етіп турап шығуымыз керек. Міне тура осылай ұзынша әрі жұқа етіп турап шығамыз. Енді дайын болған еттің үстіне чесночная заправканы қалауымызша саламыз. Және бұрыш, тұз және паприкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар етті маринадтағанда соя соусын қосып жүрсеңіздер, тіпті жақсы. Етімізді маринадтап алдық. Енді көкөністерімізді тураймыз. Ол үшін ең бірінші светофор перецін турап алуымыз керек. Светофор перецінің ішіндегі осындай ақ еттерін міндетті түрде сылып алып тастаңыздар. Және ұзынша, жұқа әрі ұзынша етіп турап шығамыз. Сонымен қатар біздің ыдысымыз құрғақ әрі таза болу керек. Мен осы светофор перецтің қызыл және сары түсін таңдап алдым. Міне осылай бір шетінен бастап жайғастырып шығамыз. Енді дунганский перец тураймыз. Дунганский перец дегеніміз ол полуострый перецті айтамыз. Осы дунганский перец өзінің табиғи түсін сақтайды. Сол себепті осы перецті міндетті түрде қосып жіберіңіздер. Огурцымызды да жұқа әрі жіңішке етіп турап шығамыз, және огурцымыз да свежий болу керек. Ешқандай солып қалмау керек. Помидордың орташа түрін алған дұрыс. Сонымен қатар оны ортасынан бөліп, өте жіңішке қылмай, 3 бөлікке бөлсек болады. Енді жуамызды 4 бөлікке бөліп, майға қуырып шығамыз. Міне біз етімізді қуырып жатырмыз. Қуырылған еттің үстіне су құйып, әрі қарай бұқтырып шығамыз. Және жуамызды да қуырып шығамыз. Енді қуырылған жуаны осылай салатымыздың бір жағына жайғастырамыз. Осы туралған көкөністерді тура осы қалпында ешқандай тұзын, бұрышын, ешқандай специясын қоспай, пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке 1 күн бойы сақтауларыңызға болады. Міне етін салып шықтық. Енді 2-3 тіс чеснокты да турап қосып жібереміз. Енді тұзымызды, бұрыш, паприкамызды қосып, сонымен қатар укроп пен кинзаны қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни астынан үстіне қарай араластырып шығамыз. Және осы салатты араластыра отырып, соя соусында өзінің түсіне қарай, дәміне қарай қоса отырып араластырамыз.
лимон шырынын жартысын қосып жүреміз. Сонымен қатар 6% уксусты да қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатты тарелкаға салып, үстіне күнжіт қосып, әсемдесеңіздер болады. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше. Алда тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дастархандарыңыз сәнді болсын.